Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Марихелс компаниясының жаңа бір өнімдерінің бірі Ашитаба туралы айтатын боламын. Егер бұл сіздерге қызықты болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ашитаба балтыр көк тұқымдасының бір түрі, өзі үлкен көп жылдық өсімдік. Ол Жапонияның Хатидзё аралының жанартаулы бай топырағында өседі. Ашитаба жапон тілінен аударғанда ертеңгі жапырақ дегенді білдіреді. Өйткені жапырақты үзіп алған соң, келесі күні жаңасы өсіп шығады екен. Хатидзё аралының тұрғындары Эдо кезінен бастап ұзақ өмір сүрумен танымал болған. Олар көптеген аурулардан сирек зардап шеккен. Күн сайын осы Ашитабаны жейтіні анықталған. Бүгінгі күні бұл өсімдік Хатидзё аралының қазынасы, көкөніс патшасы деп атап кеткен. Себебі оның құрамында көптеген маңызды дәрумендер, минералдар және амин қышқылдарының бай көзі болып табылады. Ашитаба өнімі мынадай ауруларға ем болып табылады. Жүрек ауруының қаупін азайтады. Қан қысымы, инсульт, миокард инфарктісі сияқты жүрек қан тамырлар ауруларына ем болып табылады. Адамның иммундық жүйесін нығайтады. Холестерин жағдайын қалпына келтіреді. Қан қысымын бақылап отырады. Жалпы метаболизмді жеделдетуде маңызы зор. Қатерлі ісік пен жасушалардың өсуінің басқа да ауытқуларының алдын алады. Ас қорыту жүйесі, асқазан, ішек жолдарының денсаулығын сақтауға көмектеседі. Менопауза симптомдарын жеңілдетеді. Іштегі, денедегі жалпы майдың кетуіне әсер етеді. Стиралды ішкі майдың азаюына ықпал етеді, яғни арықтауға көмектесетін ең маңызды өнім болып табылады. Және сонымен қатар адамның көзінің көруін жақсартуда пайдасы зор. Осындай аталып кеткен көптеген ауруларға ем болып табылады. Яғни адамның денсаулығын жақсартады және қартаю, жасқа байланысты аурулармен күресуге көмектесетін табиғи өнім деп айта аламын. Денсаулығымыз бұл біздің басты байлығымыз. Денсаулығымызды күтейік, достар. Егер осы видеом сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.